Қайырлы күн мен көрермендерім, біз бүгін шиеден варенье жасаймыз. Сіздер де мен рецептін жасап көріңіздер және комментарий жазып кетіңіздер. Шиені наққа алып, ыдысқа салып, жуып тазалап аламын. Жуып тазалап алғаннан кейін мына жерде менде смородина, қарақат. Қарақатты салып бірге шекерін сеуіп, суы шыққанша бір түнге қойып қоямын. Енді мына жерде 10 килограмм шиеге 500 грамм қарақат салдым. Мен қазір мына жерде 3 кило шекер салып қойып жатырмын. Ертең суы шыққаннан кейін әбден араластырып, шекердің тәттілігі аз көбін көріп, аз болса тағы да салып қайнатып жіберем. Бізде бір күн тұрды, бір түн тұрды. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Суы әжептәуір суы шығып қалған. Мен өзім қарақатты жақсы көрем. Қарақат және бір ерекше дәмі бар. Соны өздеріңізде салып қайнатып көріңіздер, өздеріңізде сезесіздер. Маған өзім бір жылда осындай қарақат салып қайнатам. Мен әбден бәрін араластырып алдым. Енді мына алюминий кастрөлге салып, газге қойып қайнатамын. Осыншама суы шықты. Менде қанты сәл аздау болды. Мен тағы да 2 килограмм қант қостым. Енді вареньем қайнап болды. Енді көбіктерін бәрін осылай құйып аламыз көбіктерін. Сосын баяу отта тағы да 1 сағаттай қайнатамыз. Барынша баяу қыламын да 1 сағат қайнатып аламын. Вареньем дайын болды. Енді осыны банкілерге құйып жаба береміз. Ол бәрімізге ас болсын. Сіздер де мен рецептімен жасап көріңіздер. Қарақат қосып көрсеңіздер болады. Өздеріңіз дәміне қарай 1 килограмм қоссаңыздар да болады. Маған осы жарты килограмм жетеді. Бәріңізге ас болсын. Менің рецептім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қыстың қамын жаз ойла демекші, жазда осы вареньелерімізді жауып қояйық. Менде осыншама варенье шықты.